Киіз бұл жай ғана тұрмыстық зат емес. Бұл халқымыздың тарихы мен рухының көрінісі. Ғасырлар бойы ата-бабаларымыз мал шаруашылығымен айналысып, сол тірліктің ішінде табиғатпен үндес, ерекше қолөнерді дамытты. Киіз басу соның бірі. Киіз басу кезеңдері: жүн дайындау. Жүн қырқылып, жуылып, кептіріледі, таралады. Жүн төсеу. Жүн тегіс етіп төселіп, бірнеше қабат жасалады. Су шашу мен сабау. Жүнге ыстық су себіліп, сабаланады, оралып, домалатылады. Буыстыру. Оралған жүн ыстық буға түсіп, жүн талшықтары бірігіп, тығыз киізге айналады. Кептіру. Киіз толық дайын болған соң кептіріледі. Киіз басу өнері арқылы ата-бабаларымыз экологиялық таза, ыңғайлы әрі ұзаққа жарайтын бұйымдар жасаған. Киіз бұл ғасырлар тереңінен жеткен киелі өнер. Ол тек жүнді басып, төсеніш жасаумен шектелмейді. Киіз халқымыздың табиғатпен үйлесімді өмір сүруінің, тұрмыстық икемділігінің, эстетикалық сезімнің көрінісі. Көшпелі өмір салты киіз өнерін дамытты. Киіз үй, текемет, сырмақ, төскиіз, мұның бәрі бір ғана шикізаттан, жүннен жасалды. Бірақ олардың әрқайсысы жеке тарихты, жеке мағынаны алып жүрді. Киізге салынған оюлар ұлттық дүние танымымыздың көркем тілі. Қошқар мүйіз, тұмар, жұлдыз сынды өрнектер бабалардан жеткен символдық код тәрізді. Қазіргі таңда киіз өнері жаңаша тыныс алып келеді. Дизайнерлер мен суретшілер оны жаңа формада таныстырып, әлемдік сахнаға шығарып жатыр. Бұл тек сән емес, бұл мәдениетке деген құрмет. Бұл авторлық бағдарламада киіздің тарихын, жасалу технологиясын, заманауи мүмкіндіктерін зерттедік. Бұл оқушыны ұлттық өнермен тәрбиелеудің, тамыры терең құндылықты ұғындырудың жолы. Себебі киіз бұл тек өткеннің естелігі емес, ол болашаққа жетелейтін рухани мұра.